Былтыр ақш пен Қазақстан арасындағы тауар айналымы 3 миллиард доллардан асқанын айттық. Жаңа мемлекет аралық ұзақ мерзімді жоспар аясында екі елдің экономикалық серіктестігін дамыту үшін қандай басымдықтарға мән берген жөн? Тақырыпты әрі қарай маманмен талқылаймыз. Тікелей байланысқа Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті PhD халықаралық қатынастар кафедрасының доценті Айдарбек Әмірбек қосылды. Қайырлы таң, Айдарбек мырза. Қайырлы таң, саламатсыздар. Қазақстан Ибрахим келісімдеріне қосылды. Енді осы орайда Қазақстан мен ақш серіктестігі сосын біз үшін пайдалы тұсын айта кетсеңіз. Енді негізінде бұл Ибрахим келісімдері былай жалпы алып қарайтын болсақ, бұл Израиль мен араб мемлекеттері арасында белгілі бір дипломатиялық диалогты қамтамасыз етуге негізделген болатын. Қазақстан қазіргі таңда енді өзінің сыртқы саясатында мынау қауіпсіздікті, тұрақтылықты басымдыққа алып отыр. Сондықтан бір жағынан қазіргі таңда мынау араб елдері мен жалпы Израиль арасында әсіресе мынау Газа секторына байланысты көптеген түсінбеушіліктер орын алуда. Әрине бұл араб елдері мен Израиль арасындағы қарым-қатынастардың дипломатиялық тұрғыдан бұндай деңгейге жетуі, әрине Газа секторына байланысты кейбір түсінбеушіліктердің орын алуы, бұл жалпы мынау таяу шығыс аймағындағы тұрақтылыққа да кері әсерін тигізуі әбден ықтимал. Әрине бұл таяу шығыстағы тұрақсыздықтың орнығуы бұл уақыт өте бәлкім орталық Азияға да қауіпсіздігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан жалпы Қазақстан енді терең стратегиялық мүддені басымдыққа ала отырып, қазіргі таңда бұл осы бейбітшілік кеңесіне белсенді қатысу арқылы бір жағынан осы Газа секторындағы мәселені тұрақтандыру, осы Газа аймағында қауіпсіздікті қамтамасыз ету, Израиль мен араб елдері арасында дипломатиялы қайттан белгілі бір қалыпқа келтіру, яғни бейтарап делдал саясатын алға тарта отырып, осы елдер арасындағы байланыстарды орната отырып, бір жағынан өзінің орталық Азия аймағына белгілі бір деңгейде қауіпсіздік тұрғысынан кері әсерін алдын алу, екінші жағынан әрине Қазақстан елі ретінде өзінің де қауіпсіздігін белгілі бір деңгейде кепілдікке алып отыр. Сондықтан Қазақстан жалпы былай алып қарайтын болсақ, бұл бейбітшілік кеңесіне қатысуы, бұл Газа секторында ахуалды тұрақтандыруға байланысты белсенді шараларға, дипломатиялық белсенділікке қатысуы ең алдымен бұл біріншіден Қазақстанның экономикалық және инвестициялық серіктестігін кеңейтуге үлесін қосса, екінші жағынан бұл орталық Азия аймағына және өзінің қауіпсіздігі мен тұрақтылығына оң әсер тигізеді деп қабылдауға қажет негізі. Президенттің былтыр қараша айындағы ақш-қа сапарында құны 17 миллиард доллар болатын келісімдерге қол қойылғаны белгілі. Бұлардың қатарында логистика бар, энергетика, авиация және ауыл шаруашылығы сынды салалар бойынша жобалар бар. Жалпы Құрама Штаттардың ел экономикасына инвестиция құюдағы рөліне қандай баға беруге болады? Негізі оң баға беруге болады. Жалпылама енді Америка Құрама Штаттары қазірге дейін Қазақстанға 100 миллиардтан аса инвестиция құйып отыр. Жаңағыны өзіңіз де айттыңыз, былтыр біздің Қазақстан мен ақш арасында 3 миллиардқа жуық сауда айналымы орнықты. Енді алдағы уақытта әрине Қазақстан өзінің экономикасын әртараптандыруға басымдық беріп отыр. Тек қана мынау аймақтағы солтүстік немесе шығыстағы көршімізге ғана экономикалық байланыстарды өрбітпей, бұған қатысты Америкамен де тиімді сауда қарым-қатынастарды өрбіту арқылы, қарым-қатынастарды нығайту арқылы бір жағынан экономикасын, сауда қатынастарын, көлік дәліздерін әртараптандыруды басымдыққа алып отыр. Әрине, бұл жерде Қазақстан мен Америка арасында өте маңызды бір дәліз бар, орта дәліз деп айталық. Яғни Транскаспий халықаралық көлік бағыты маңызды орын алып отыр. Америка Құрама Штаттары енді бір жағынан орталық Азия елдерінің Қазақстанын да бұл дәлізді тиімді пайдалану үшін қазіргі таңда мысалы Азербайжан, Армения арасындағы ынтымақтастықты күшейтіп, екеуін татуластырып, бір жағынан бізге бұл дәлізді тиімді пайдалануға жолды ашып отыр. Сондықтан алдағы уақытта бұл инвестициялық көлем, әсіресе бұл орта дәліздің іске қосылу арқылы, Қазақстанның осы орта дәлізге белсенді қатысу арқылы ұлғаятын болады деп қабылдау керек. Бұдан бөлек әрине Қазақстан мен Америка арасында әсіресе мынау сирек және стратегиялық металдарға байланысты өте маңызды қарым-қатынастар орнатпақшы Қазақстан осы салада.
енді қазіргі таңда Қазақстан бір жағынан Америка құрама штаттары мынау уранға қатысты сұраныстарын шамамен 25%-ін қазіргі таңда бұл сұранысын қамтамасыз етіп отыр. Алдағы уақытта осы сирек металдар, стратегиялық металдар арқылы Қазақстан әрине Америка құрама штаттарымен мынау бар болған қазіргі сауда қатынастарын екі есе, бәлкім одан да жоғары деңгейге көтеріп, өзінің экономикасын әртараптандырып, тәуелсіздігін бір жағынан күшейтетін болады. Президент сапарының барысында қандай тақырыптарға басымдық беріледі деп ойлайсыз? Және сол тақырыптардың Қазақстан үшін маңызы қандай болмақ? Енді бұл сапар аясы негізінде мынау бейбітшілік кеңесі аясында жүргізіліп отыр ғой. Бірақ Қазақстан тек қана бұл Газа секторындағы ахуалды тұрақтандырумен ғана шектеліп жатқан жоқ бұл сапар аясында. Бұл сапар аясында аса құрметті президентіміз Америка құрама штаттарындағы ірі компаниялармен де тиімді ынтымақтастық орнатпақ. Біздің үшін бұл сапардың ең негізгі тиімді тұсы ол қауіпсіздік тұрғысынан болады. Әрине, мен жаңағыны айтып өттім. Қазақстан енді бейбітшілік кеңесіне кіру арқылы бір жағынан мынау көп жақты дипломатиялардан, әлемде болып жатқан оқиғалардан өзін оқшауламай, керісінше кез келген көп жақты дипломатиялық процестерге, форматтарға тиімді пайдаланып, бұлардың ішінде болып бір форматтарын өзінің үлесін қосу арқылы бір жағынан өзінің қауіпсіздігін, аймақтағы орталық Азияның тұрақтылығын, қауіпсіздігін кепілдікке алып отыр. Бізге ең тиімді тұсы осы деп есептеу керек қауіпсіздік тұрғысынан. Енді екіншіден Қазақстан бұған дейін де біздің енді президентіміз, аса құрметті президентіміз қараша айында былтыр Америка құрама штаттарына сапары болды. Бұл сапар арасында өте ірі компаниялармен байланыстар орнаттық. Chevron болсын, тағы басқа компаниялармен. Әрине, сол уақытта белгілі бір уағдаластыққа келді. Сол уағдаластықтардың орындалу деңгейі де осы жалпы жиналыстарда талқыланбақ. Бірақ ең негізгісі әрине Қазақстан қазіргі таңда мысалға цифрлық экономика мен технологияда басымдық беріп отыр. Бұл салада әрине жасанды интеллект, кибер қауіпсіздік мәселелері де көтерілмек. Сондықтан Қазақстан алдағы уақытта бір жағынан сирек стратегиялық металдар осы цифрлық экономика саласында да Американың тәжірибесін пайдаланып отырып, алдағы уақытта екі жақты экономикалық байланыстарды жалпы түйіндеуге болады. Түсінікті, рахмет. Уақыт тауып тікелей қосылғаныңызға. Құрметті көрермен, байланыста болған Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университеті PhD халықаралық қатынастар кафедрасының доценті Айдарбек Әмірбек.